Сәлем достар, дәл қазір біз новый заказ қабылдауды үйренетін боламыз. Озон Seller приложениясына кіргеннен кейін телефонмен бөлек сабақта көрсететін болам. Заказы с моих складов кіреміз, ФБС-тен. Одан кейін ожидать сборкида бізде заказдар тұрады, дұрыс па? Заказдарды біз датасына қарай бөлеміз. Отгрузкада қай күні отгрузка жасау керектігі тұрады. Например, 14 ноябрьге менде 1, 2, 3, 4 заказ бар екен. 4 заказды ғана жіберем. 15 күнге только осы ғана заказдар жіберем. Одан кейін 15-нен кейін 16 күніне осы заказдар жіберем. 16 күнгі заказды 15-не жіберіп тастау, 14-не жіберіп тастау деген жоқ. Барлығын өз күнімен только сол заказдарды ғана жіберу керек, потому что оған базаға барған кезде, мысалы ПВЗ-ға барған кезде, бүгінге сенде 4 заказың бар, соны алып кел деп айтады. Базамен, потому что команда беріледі оларға да. Мына күнді распределять етіп отырған базаның өзі. Сондықтан да әр күннің заказын бөлек-бөлек. Мына жерде заказ, новый заказ келеді. Одан кейін собрать етіп, ожидать отгрузки деген бөлімге өткіземіз. Бізде 14-ті ертең болғандықтан мен ожидать отгрузкиға кірем да 13 күнгі заказдарды қабылдаймын. Мынаны бәрін собрать етіп басып қойғам. Қарасаңыздар, міне 13 күнгі заказдар, 16 күнгі заказды қоспаймын. Міне 13 күнгі заказдардың барлығына птичка ұрып шығасыз. Телефонмен де дәл солай. 13 күнгі заказдарға міне заказды қабылдаған кезде өзі 2-ақ документ шығарамыз. Біріншісі осылай птичка ұрып аламыз да, одан кейін распечатать маркировки деген жер шығады. Сол басамызда бірінші документімізді шығарып аламыз. Сөйтеміз де оны алып сақтаймыз. Мынаны рабочий столға міне штрих-код 1 деп сақтайсыз, например. Сохранить. Ары қарай екінші документіміз шығарамыз. Екінші документіміз к отгрузки деп тұрады. Бұлай істейсіздер. Егер де мынандай жағдай болады, бірден айтып кетейін. 13 күнгі заказды дәл 13 күні өткізе алмай, 14 числода өткізіп қалатын жағдайлар болады. Иногда ошибкалар болады деген сияқты. Сол кезде сіз 13 күнге өткізе алмағаныңыз үшін заказдың барлығы спорныйға түсіп қалады. Спорныйға түскен кезде мынандай птичка болады заказдардың жанында и добавить к отгрузке деген кнопка басылады, шығады. Сол кнопканы басасыздар да қайтадан ожидать отгрузкиға өткізесіздер. Спорныйдан шығарып ожидать отгрузкиға өткізу керек. Одан кейін өткіз болғаннан кейін қайтадан солай штрих-кодтарын шығарасыздар. Одан кейін екінші документ к отгрузке деген басасыздар. К отгрузке деп бассаңыздар, бүгін 13-і, например, 13 күнге менде 13 заказ бар, дұрыс, Егер де сізде бүгінге 13 заказ емес, 5 заказ, қалған 8 заказыңыз кешегі өтпей қалған заказдарыңызды спорныйдан шығарып әкеп қоссаңыз, или былай түсіндірейін. Бүгінге 13 заказ менде спорныйдан шыққан тағы да бір 9 заказ болуы мүмкін, Общий менде 22 заказ болу керек. Бүгінге бірақтан да актта қазір шығаратынымыз. Соған 13 емес, 22 емес, 13 қана заказ шығарып тұрса, онда далее дейсіздер да, например, міне 13 заказыңыз шығарып тұр, бірақтан да сіздің кешегі өткен товарларыңызды мына жерде жоқ шықпай жатса, онда сіз отменить дейсіздер да, отменить деп басасыздар. Сол кезде отменить етіліп кетеді да, 13 емес, сіздерде осы жерде 22 болып пайда болады. Түсінікті ме? Сол спорныйға түскен кезде осылай отменить жасап үйреніңіздер. Одан кейін далее дейсіздер ары қарай, уже мына жерде 22 болады, если бұл сізде спорныйдан шыққан товар болса. Ары қарай подтвердить дегенді басасыздар. Осымен распечатать отгрузка сформирована дейді, распечатать акт дейді. Сол кезде бізде екінші документ шығады. Ары қарай ашасыздар осыны. Бұл жерде мынау акт сіздерде. Датасымен сәйкес келу керек. 13-не болды ма, 13-не кететін заказдар. Мына жерде сіздің товарларыңыздың суммасы жазылған, номер заказа жазылған, аттары жазылған. Бір адам 2 реттен заказ берсе, 2 рет жазылады деген сөз иногда. Ондай жағдайда бар. Мына жерде бүгінгі күнге түскен суммаңыз. Бұл жерден комиссия, доставка, эквайринг деген нәрсені алып тастайсыз негізінде. Сонымен қосқанда таза суммасы түседі. Вообще бүгінге түскен сумманың товарлары. Мына жерде бұл акт. Ең астына түссеңіздер ТТН деген нәрсе. Товарно-транспортная накладная, ТТН деген документ. Бұрын біз осыны қолмен толтыратынбыз, қазір автоматически өзі шығады.
82.000 теңге итогында вот осылай товарымыз шығады. Ары қарай бұны да акт 1 деп рабочий столға акт 1 деп қабылдап аласыздар да сохранить етесіздер. Осымен новый заказ қабылданады. Болды. Ары қарай бұл товар ожидать отгрузкада тұр. Товарлардың бәрін фулфилментке жіберіп болғаннан кейін сіздердегі жалғасы соған жіберіп болғаннан кейін ол ПВЗ-ға барып тапсырады. Тапсырған кезде мына заказдың барлығы доставляется бөліміне өту керек. Сонда заказ кетті, ары қарай Озонның доставщиктері өздері клиенттерге жеткізеді деген сөз. Ары қарай уже доставлено деген жерде сіздің товарыңызды қолына алып қайттан жіберсе де осы жерде тұрады, қолына алса да осы жерде тұрады. Мынаның барлығы уже қолдарына барып қойған товарлар деген сөз. Міне. Одан кейін мына бөлімде бар отмененный. Міне бұл жерде покупатель отменен жасап тұр да. Покупательдің өзі отмена жасаса, ол ештеңе емес. Ал егер сіз өзіңіз отказ жасайтын болсаңыз, онда заказдарыңызға әсер етеді ол міндетті түрде. Например, сізге күніне 70 заказ келіп тұрса, кейінгі күннен бастап 60 заказдар келіп тұрады деген сияқты, или болмаса позицияңыз түсіп кетеді. Сіз 200-ші позицияда тұрсаңыз, уже 250-ші позицияға түсіп кетуіңіз мүмкін деген сияқты, сондай бір минустар келеді да. Сондықтан да көбірек отказ жасамауға тырысу керек. Вот, спорныйдан шығарасыздар, доставлені көресіздер, ожидать сборкидан новый заказдарды, ертең 14 күнгі заказдарды собрать етіп басып шығасыздар. Заказдарды. Одан кейін тағы бір айтатын нәрсе, бір күн алдын акт жіберіп қоясыздар иногда. 14 күнгі заказдарды, например, сізге көрсете салайын. Бұл енді лишний нәрсе, собрать. Біліп жүргендеріңіз өздеріңізге абзал. Бұл жерде ол ожидает отгрузкиға 14 күнгі заказдар түсті, міне 4-еуі. Осы күнгі товардың актын шығарып қою үшін далее басасыздар, к отгрузке басасыздар, далее басасыздар. Далее баспайсыздар. К отгрузке. Одан кейін датасын бір 14-не қоясыздар. Ары қарай мына жерде міне 14 күнгі актты 4-еу деп шығарып тұр. Далее дейсіздер де, осы бір күн алдыңғы актты осылай шығарып алуға болады деген сөз. Новый заказ қабылдау осылай жүреді. Заказы с моей склады деген жерден. Так, енді